Достар, сендермен жәрдем Олжас. Достар, көріп тұрғандарыңыздай қазақ ютубына жаңа блогер келді. Ол әрине мен. Достар, простите. Достар, бүгін мен ешқандай видео түсірмеймін, ештеңе көрсетпеймін. Астан оқан шаштар, бүгін бізде тек танысу болады. Достар, мен көріп тұрғандарыңыздай өзіңіздер қарапайым қазақ ютубының блогерімін. Бүгін дала жел. Достар, егер де кішкене дауысым естілмей қалып жатса, айыпқа бұйырмаңдар. Достар, мен осы каналымда тек қана блог түсіріп қана қоймаймын. Көптеген челлендждер, whisper челлендж деген сияқты, тағы басқа челлендждер, пранк, посылка ашу, көп видеолар түсіретін болам. Өзімнің жеке өмірімді де түсіретін болам. Егер де қызық болса, подписаться етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңдар, достар. Әрине, егер де осы видеоға 50 лайк жиналатын болса, подписчик тоже сондай количествода, ну или 25-30, ол жақсы мен үшін. Кешіріңдер, достар. Какой я ютубер. Достар, осы менің айтқым келген, егер де менің өскенімді қаласаңыздар. Достар, айтпақшы ұмытып баратырмын. Осы видеоның астына 50 лайк, жаңа айтып өткенде, дәл сондай количествода подписчик жиналатын болса, мен келесі видео бірден 24 сағат видео түсіретін болам челленджін. Қандай? Ол сендерге сюрприз болып қалады, достар. Қызық болса, подписаться етіңдер. Егер де ол сендерде серый болса, көп рахмет, достар. Келесі видео, значит, сендерге арналады. Мен прямой эфирді де көп жүргізетін болам, қорықпаңдар, егер де өсіп жатсам. Бірақ маған тез өсуге тек сендер ғана көмектесетін боласыздар. Сендермен болған мен Олжас Жардемов. Келесі видеода кездескенше, достар. Ай, балам-ай. Ай, балам-ай. Ай, балам-ай. Тәттінің